Саламатсыздар ма менің құрметті оқырмандарым, қыздарым, келіндерім. Бүгін мен сіздерге үйде балам мен келінім жоқ еді. Асханаға жұмыс істеуге тура келді. Сосын мына асқабақтан сіздерге ораманнан істеп көрсетейін дедім. Немерелерімнің бәрі көмектеседі маған. Мен жалғыз өзім істемеймін оны. Мені көмекшілерім біреуі жеп жатыр, біреуі төркін өткізіп жатыр. Асқабақ турап алдым, картошка аршып, 2-3 сәбіз аршып, турап дайындап отырмын. Енді қазір немерем өткізіп жатыр. Мен де бір шетінен көмектесіп жатырмын. Себебі олардың тамағын істеп беруім керек. Және басқа да істейтін жұмыстарым бар. Мінекей асқабақтан бір адам кейбір кезде жегін келеді ғой. Ораманнан істейін дедім бүгін. Соны көріп, ұнаса тіркеліп, лайк, комментарий қалдырып қойыңыздар. Міне немерем, үлкен немерем биыл 6-шы сыныпта оқиды. Сәбіз өткізіп, картоп өткізіп көмектесіп жатыр. Келін мен балам жұмысқа кеткеннен кейін енді өзіме тамақ істеу тура кеп тұр. Келін үйде болғанда өзі істейді ғой. Мен де қазір солармен бірге турайын деп жатырмын. Шамалап құйрық қосқым кеп отыр. Картошкасы бар, сәбізі бар, асқабағы бар, пиязы бар. Енді фарш ет қоспайым, бірақ құйрық қосамын. Кішкене турағанымды сіздерге жылдамдатып көрсетейін. Енді бәрін көрсетіп отыру уақыттарыңыз кетеді. Сол үшін жылдам турап. Мясоровкадан өткізбедім. Себебі анау ораманның ішінде кішкене ірі болып тұрса, сондай ұнайды негізі маған. Одан кейін мәнті істегенде де мынандай жас малдың еті болса, мен мясоровка өткізбеймін. Бәрін кәдімгі майдалап турап қоса берсең, соның өзі дәмді болады да тамаққа. Ал енді мына картошка бұл
асқабақ бұлар дегеніңіз жаңағы картошка, олар ірі бола бергенде жақсы. Құйрықты да қолдап турадым. Бұлар өзі мынау ет сияқты қорықпайсың ғой бұлардан. Мінекей бәрін дайындап, турап, араластырып, қара бұрыш, паприкасын, тұзын бәрін туралап дайындап болдым. Енді қамырын илеуге кірісем қазір. Онды елеп алдым. Тұзымды аштығып, бірақ мен қайнаған суға илеймін негізінде қамырды. Қайнаған суды суытып барып, соған тұзымды басымда оғып салып, жұмыртқаны да соған салып жібердім. Енді біз ол грамдап алмаймыз ғой, біздің кезімізде әбден қолмен үйренгенбіз. Мысалы қазір менің мынау 3 қос уыс салдым, бұл кішкентай 4 зуала болады. Оны сосын мынау тұз суды, жаңа жасап алған тұз суды, жұмыртқа қосқан суды шетінен құйып отырсаң, қамырың қатты болады. Илегенде жаңағы барынша қамырды қолыңмен қатты мыжып илеп жіберсең, сонда қамырың қатты болады. Негізі мәнтіге, ораманнанға, лағманға, еттің қамырына мен өзім қатты илеймін. Ол бұрыннан әдетім сондай. Тұзын басымда оғыламда қаттығы билейм, сосын қамырым жақсы түседі да. Езілмейді, жыртылмайды, қамыр өз несін сақтайды. Сосын мынау қайнаған судың да пайдасы бар. Біреулер колонкадан алады да илей береді ғой. Мен ондай істемеймін. Ол бұрыннан өзімнің әдетім, қайнаған суды суытып қоям мен. Тамақ істейтін кезде. Сол суып тұрған қайнаған суға қамырымды илей беремін. Сосын еттің қамырын өзінің сорпасын алдын ала құйып алып суытып қойып, сол сорпасына илеймін. Ол да мысалы дәмді болады. Сосын мен жұмсақ қамырды ұнатпаймын, өзім білмеймін. Жас кезімнен сондай менің әдетім. Қаттығы билеймін қамырды. Қамыр езілмей түседі да. Сосын мына қатты илеген қамырды көп илесеңіз, июін қандырып. Сосын оны тындырып қойып 5-10 минутқа. Басқа тірлікті істеп келіп, жаңа паддеймін ба бір нәрсесін. Сөйтіп қайтып айлан көп тағы илеп бір 3-4 мәрте илесеңіз, қайтарып, ол қамыр жып жылтыр, кәдімгі сәбидің бет терісіндей болады ғой, жып жылтыр боп. Ондай қамырдың онан кейін езілмейді. Қанша жұқа болса да ол езілмейді. Мен 3-4 қайырып илеп, демалдырып, 3-4 қайырып июін қандырып, мынандай қып теп-тегіс қып алдым. Енді осы нені былайша 2 зуала, үлкен зуала мен бірақ 4-ке бөлем бұны. Мұны қазір сіздерге көрсетейін, 4-ке бөлемін. Жылдамдау көрсетпесем, уақыт көп алатын болып жатыр, сосын жылдамдатып жатырмын. Мен 4-ке бөліп алдым. Сосын менің өзімнің әдетім, осы ораман нанның қамырында зуаласын кішкентай қыламын. Мына қараңыздар, қазір бір кәдімгі қаттама нанның несіндей ақ мынау. Зуаласындай, көлеміндей ақ зуаласы ше. Міне кішкентай ғана. Лағманға да солай зуаласын кішкентай қып істеймін. Себебі өзің игересің да жақсы. Жұқа қысаң да кішкентай оқтаймен жақсы жайылады. Одан кейін жаңағы
лағмандікен де ораманнандікен де мәнтінің де қамырын мен жаңағы зуаласын кішкентай қылып алам. Міне қазір төртке бөлдім, жаңа 2 зуаланы төртке бөлдім. Бұл енді қамыр қатты боп иеу қанып иленгеннен кейін бұған ұнның да көп керек емес. Бір мәрте сепсеңіз сол жетеді. Мәнтінің де ораманнанның да қамырын жұқа қыламыз. Сосын ол жаңағы қатты иленгеннен кейін, тұзы басымдау болғаннан кейін, сосын қайнаған суға иленгеннен кейін ол жыртылмайды. Жаңағы мантабіргеден алынғанда да әдемі алынады. Сондай несі бар да. Енді көріп отқан қыздар, келіндер болатын болса, осыдан не қылып алуға болады, үйреніп алуға болады. Осы айтып отқан, былайша айтқанда лайфхак қой енді. Қазіргі тілмен айтқанда лайфхак. Сол мінекей сіздердің естеріңізде болсын. Міне қазір мен газеттің жұқалығындай қылып жайдым, кішкентай зуаланы. Енді майын бәрін жағып аламын. Бірақ подливін ішіне мол саламын. Мол салған жақсы көрем. Мен осындай неге мантабарке бөліп салған ұнатам өзім. Алған кезде де кесіп алсаңыз да ыңғайлы да. Енді осыны суым қайнап тұр қазір. 40 минутқа қойып аламын. Мінекей қараңыздар, тамағым пісіп дайын болды. Міне қамырлардың арасын қараңыздар. Еш жері мұртылы бұзылмаған. Мінекей. Астарыңыз дәмді болсын.